Мектепке арналған лента галстук тыгеміз. Алдымен бүктелген жағымен 50 см, 100 см ұзындығын аламыз. 12 см, бүктелген жағын 6 см қыламыз. Екеуін қосып қиғаш сызық сызамыз. Мен тігуге көшеміз. Алдымен екі бұрышын осылай біріктіріп тігіп аламыз. Екі жағын да солай тігіп аламыз. Оң жағын беттестіріп тігеміз. Артық жіптерін алып тастаймыз. Артық бұрышын кесеміз. Бұрышы әдемі шығу үшін. Тігісін екі жаққа жатқызып, үтіктеп келдім. Бұрышын әдемілеп шығамыз. Бұрыштап. Осыны екі жағына қайыстырып, видеодағыдай ине қадап алып тігіп шығамыз. Ұзыннан ұзын тігіс жүгіреміз. Тігіп алдық, инелерін алып тастап, жаңағы тігісін екі жаққа қаратып үтіктеп аламыз бұны да. Үтіктеп келдім. Енді осыны оң қаратамыз. Мен ілгек қалдап алып, оң қаратып шықтым. Оң қаратқаннан кейін оны да бір үтік басып аламыз. Сонымен лента галстугымыз дайын. Ортасында сары лентасын қалауыңыз бойынша істейсіздер. Оюды да қалаған оюларыңызды жабыстыра берсеңіздер болады. Осымен лентамыз дайын. Кез келген жасқа, кез келген оқушыға келе береді. Нем жіңішке болып қалды енді. Сіздер қалаған бойынша жуандығын ала берсеңіздер болады.